Сәлем достар! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз арнайы инклюзивті білім беру. Дамуында сәл ерекшеліктері бар балалардың дені сау балалармен бірге олардың әлеуметтендіру және интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы бірлескен оқыту. Инклюзивті оқыту біріктірілген оқушы дені сау балалар сыныбында тобында оқиды және дефектолог мұғалімнің жүйелі көмегін алады. Арнайы топтардағы балалар бірлескен серуендерді, мерекелерді, сайыстарды, жеке істерді өткізу үшін біріктіріліп жұмыс жүргізеді. Мамандардың бақылауы бойынша түзету көмегін ата-аналар көрсетеді. Ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқу үрдісін сипаттауда қолданылады. Демек, инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Осы бағыт балаларды оқуға жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын қалыптастырады. Инклюзивті оқыту негізгі принциптері. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен жетістіктерімен анықталады. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. Әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы. Барлық адам бір-біріне қажет. Барлық адам білім шынайы қатынас шеңберінде жүзеге асырылуға лайықты. Барлық адам құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. Әрбір оқушы үшін жетістікке жету өз мүмкіндігіне қарай орын алатын жағдай. Жан-жақтылық адам өмірінің аясын кеңейтеді. Инклюзивті бағыт-бағдар балаларға жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүруге қалыптастырады. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.